Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге ағылшын тіліндегі expressions of time, яғни уақытты білдіретін сөздермен танысатын боламыз. Сонымен бастайық. Қараңыздар, ағылшын тілінде жалпы ай, жыл уақыттарын білдіретін сөздер бірінші өтеміз. Бірінші second. Second деген секунда деген сөз, 1 секунд, 2 секунд деген. Minute, бұл деген минута деген сөз. Hour, қараңыздар, бұл жерде H әрпі оқылмайды. Hour, яғни сағат деген сөз. 1 сағат, 2 сағат. Day, күн деген сөз. Morning, бұл таңғы уақыт. Afternoon, түстен кейінгі уақыт. Evening, кешкі уақыт. Night, түнгі уақыт. Түсінікті? Morning, afternoon, evening, night. Week, апта. Енді апта күндеріне тоқталайық. Sunday, бұл жексенбіден ағылшын тілінің бір ерекшелігі, олар апта күндерін санауды жексенбіден бастайды. Sunday деген сол жексенбі. Келесі Monday, бұл дүйсенбі. Tuesday, бейсенбі. Wednesday, сейсенбі. Thursday, четверг. Friday, және Saturday. Сонымен жалғастырамыз. Енді бізде әрқарай months. Months дегеніміз ай деген сөз. Ағылшын тілінде 12 айдың атауларын қазір бірге өтетін боламыз. Year деген ол жыл. 1 year, 2 year. Айларға тоқталайық. December, декабрь. January, январь. February, февраль. March, қазір бізде марч айы. April, апрель. May, май айы. Мамыр. June, маусым. July, шілде. August, бұл тамыз. September, October, және соңғысы November. Түсінікті, 12 айдың барлығын өттік. Енді сезондарға тоқталайық, яғни жыл мезгілдері бізде бірінші winter, бұл қыс мезгілі. Spring, көктем. Summer, жаз. Autumn, күз деген сөз. Әрқай жастырамыз. Енді қараңыздар, мына жердегі бізде centenary дегеніміз ол ғасыр деген сөз, ғасырлық, столетие. Келесі millennium, бұл дегеніміз тысячелетие, мыңжылдық деген сөз. Millennium. Түсінікті болса, әрқарай таблет қайталап шығайық. Сонымен күннің ішінде бізде уақыттар бар. Morning дегеніміз таңғы уақыт. Morning. Afternoon, түстен кейінгі уақыт. Evening, кешкі уақыт. Night, түнгі уақыт деген сөз. Яғни бұл күннің бөліктерін айтамыз. Келесі апта күндері week деп айтамыз. Week бір апта деген сөз. Sunday, жексенбі. Monday, дүйсенбі. Tuesday, екінші күн, бізде сейсенбі. Wednesday, среда. Thursday, четверг. Friday, пятница. И Saturday, суббота. Келесі months, айларға тоқталып өтейік. Ағылшын тіліндегі 12 айдың 6-шы атаулары. Бізде декабрьден бастап санаймыз. December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, және November. Енді сезондар winter, қыс. Spring, көктем. Summer, жаз. Autumn, күз.